Зейін салыңыздар, ілтипат білдіріңіздер. Назар аударатын ерекше жағдай, үйлену тойы. Бүгінде тойдың түрі көп, олар салтанатқа тола, көңілді, жүрекке жылы, дәмдер қайталанбас болуы мүмкін. Бәрін ортақ бір ғана жайт бар, ол екі жастың қол ұстасып болашаққа бірге аттануы. Біз бақыттың базарын талқыға салмаймыз. Тілге тиек ететініміз тек қана қалыңдықтың бейнесі, тағам түрлері, мейрамхана және де көңіл қошын таба білген ойын сауық бағдарламасы. Өз тарапымыздан барлық жас жұбайларға тілейтініміз баянды бақыт қана. Кеше ғана өз қалаларында бақытын іздеп жүрген бұл сұлулар бүгін қалыңдық атануда. Олардың саны 4, және олар біздің жобада бағын сынап көрмек. Еліміздегі бірегей, әрі қайталанбас реалити жоба. Келіндер бәйгесі. Ережелер қарапайым. Қыздар бір апта бойы бір-бірінің тойына барып, мына нәрселерге баға береді. Қалыңдық бейнесіне. Неше күн жүрді, сол прическасымен ешқандай прическа өзгермейді. Мерекелік мәзір. Мен жерге түсіп кеткен, жей беремін ше. Деймін де, сөйтпеймін де. Мейрамхананың безендірілуі. Төмен бірдеңе тапқысы келген ғой, мін тапқысы келген, іздеген ғой. Мүлде ұқсамайды. Шынымен. Сонымен қатар ойын сауық бағдарламасы. Жүрек ол күшті кетті енді, күшті болды. Бір-бірін қолынан жұлып алды. Ешқандай қазылар алқасы болмайды. Қыздар бір-біріне өз қалаулар бойынша 0-ден 15 ұпайға дейін баға қойалады. Әр той аптасының жеңімпаздары романтикалық демалысқа аттанады. Өткен маусымның жеңімпаз жұптары экзотикалық демалыстың ұмытылмас сәттерінің рахатына бөленіп үлгерді. Тойдың қызығы мен шыжығына тола, келіндер бәйгесінің жаңа маусымын отбасымен бірге көрейік. Бүгін біз Қызылордадағы 3-ші тойға барамыз. Бірінші болып қыздар Ләззаттың тойын бағалап, оған тәнті бола қойған жоқ. Немесе келіп қалды, все, залда онша оған жоқ, тамада онша, ас мәзірде онша оған. Маған ешқандай нәрсесі ұнаған жоқ, жалпы тілде айтып отырған кезде. Ләззаттың ренжімесін. Кеше бой жеткендер Аружанның тойында болды. Қалыңдық бейнесін бағалауда ең қызықты нәрсе бет-әрлеу болды. Өйткені қарапайым қазақ қызы бетіне бұған дейін опа-далап жағып көрмеген екен. Шылдақын танымай қалмасын қазір. Күйеуі оны таныды, және қатысушыларға да Аружанның бет-әрлеу ұнады. Макияж жасаған, әдемі өзіне жасады. Одан да взгляд неғып жасаған да басқаша болар еді. Бірақ білмеймін, өзіне әдемі жарасты. Бірақ ауа райының жайсыздығы қалыңдыққа зиянын тигізді. Қатты соққан жел оның шаш үлгісін бұзып, көйлегінің етегін көтере берді. Аружанның образына мен 7 деген бал қоям. Өйткені шаш үлгісі ұнаған жоқ, көйлектері ұшып, сөйтіп қатты сондай болды, арты қырмаждалып қалды. Аружанның күйеуі көйлегін ұстап жүруіне көмектеспегені мерекеге ұнамады. Оның көйлегін көтеріп, етегін көтеріп, сол істемейді ба? Вообще жолдасын қарамайды. Ал мейрамханаға барған кезде қыздардың көңілі қалды. Аружан айтқан болатын, баннер болады, ол жерде тірі адамдар болады деп, соларға суретке түсуге болады деп. Әртүрлі киімде киген адамдар болады деді, бірақ ондай болған жоқ. Аружанның тойындағы ойын сауық қыздардың көңілін көтермеді. Тойдың ортасында олардың іштері пысқаны сондай, телефондарына үңілді де отырды. Бізге ешкім былай үйтіп аса қатты назар аударған жоқ қой. Қатты ұнаған жоқ шоу программа. Аружандар көп тұрған да жоқ, отырған билеген жоқ. Тойдың шоу бағдарламасына мен 5 деген бал қоямын. Қорыта айтқанда, Аружанның тойы 99 ұпай жинады, ал Ләззаттың тойы 102 ұпай жинаған еді.
Бүгін келіндер бәйгесі Қызылордадағы ең белсенді де батыл қатысушы мерекенің тойында. Мейрамханаға 300 қонақ шақырылды. Тойдың бюджеті 3 миллион теңге. Сәлем, менің есімім Мереке, жасым 19-да. Менің тойым ең қызықты өтетіне мен сенімдімін. Мереке сценарийдің көп бөлігін өзі дайындаған, және оның тойы өзгелерден ерекше болатынына сенімді. Шынымен солай болар ма екен? Бұл туралы аз уақытта білетін боламыз. Асқан помолвочно попадался? Жоқ, мен вообще қатып қалып. Біләлісің тірі. Жоқ, дұрыс қойып тұрмын үшін. Тоқойым сашы болды, мен түскім келмей қалды. Ұнап отқан жоқ, ұнап ұмытып маған. Неше ай болды, мен қолданбағанмын бұл нәрсені. Қолым шығып кеткен ғой, реалисіне. Қолым жұмсап. Жеңдің әкеш қолды. Жеңет деп ойламаппын, терді мен ұтам қазір. Все. Сұлу қыз Мереке қарапайым бойжеткен емес. Ол автоматты бөлшектеп қайта жинауда күйеу жігітімен сайысқа түсе алады. Бала кезінде қыздар қуыршақ ойнап жүргенде, ол ұл балалармен футбол ойнайтын, және ерекше мамандық иесі болуды армандаған еді. Арманым солдаттарға қызмет ету. Өзіме қатты ұнайтындығым бұл әсіресе формасы. Туыстары оны түсіне алмай, бұл ойыннан бас тартуын өтінді. Мереке бірнеше рет сұлулық конкурстарына қатысып, көп адамдар оның сахна төрінде жүретін модель болатынына сенімді еді. Бірақ бойжеткен дегеннен қайтпай, әскери училищеге түскен еді. Ол арнайы дайындалған топ құрамында қызмет етуге дайындалып, таэквондомен де айналысқан. Бірақ күтпеген жерден денсаулығына байланысты оған оқуын тастауға тура келді. Қазір енді қайтадан кесем ба деймін. Тұрмысқа шыққаннан кейін дейсіз. Асылхан әйелінің жұмыс істегеніне қарсы емес. Ол өзі де әскери қызметкер. Бірақ олар бұл салада жүріп таныспаған еді. Олардың тағдырына өзі білместен Мерекенің құрбысы Ақманат араласты. Түнгі клубында жұмыста жүрем. 12:30 түнгі, яғни сол кезде қыздар келеді. Соның арасында Ақманат дейтін қыз болады. Асылхан бейтаныс бойжеткенді іздеп, бүкіл Инстаграмда ақтарып шықты. Оның парақшасын тапқан кезде қыздың Мерекемен бірге түскен фотосуреттерін көреді. Сөйтіп құрбысы арқылы оның телефон нөмірін біліп алуды ойлапты. Оған хат жазып, кездесуге шақырады. Мереке содан бір күн бұрын әскери бөлімнен келген еді. Шашым деген ипа-типа. Үстіме біз жама бір шалбар киіп шыға салғанмын ғой. 3 күн демалыс берді, полядан шаң-шаң бет аузым берді, білмеймін, қарады ма, қарамады ма. Мәз болып әңгімемді айтып отыра бергенмін ғой. Айнаға қарасам, бетім бәрі дақ-дақ болды. Алғаш кездестік қой, көрдік, сөйлестік. Уақыттың қалай өтіп кеткенін білмей қалдым. Бірінші рет жолықтырдым мұндай қызды. Ішімде ерекше сезім болды. Екеуінің танысуына себепкер болған құрбысы туралы Асылхан ұмытып та кетті. Бізге енді Асылхан екеуміз осыққа дейін дос ретінде араласып келдік қой. Екеуміз де іште бір нәрсе болып жатты, бірақ екеуміз бір-бірімізге айтылмады. Ғашық болып шынымды айтсам, маған ішкі жан дүниесі және де бар болмысы. Асылхан уақытын босқа өткізбеуді ұйғарды. Жаңа жыл жақындаған кезде ол өз сезімі мен ниетіне сенімді болған еді. Қыздың анасының келісімін алған Асылхан 31 желтоқсанда Мерекенің үйіне келіп, өз сыйлығын табыстады. Дәу коробка. Ашқасаң шариктер төбеге ұшады. Осының шариктердің бас жағында жазулар бар. Мен сені жақсы көремін. Сөйтіп картина бар. Біздің бүкіл түскен суреттеріміздің барлығын жинап кішкентай кубик қылып істеді. Өзіме тоқ сенім болдым. Осы қызды жарым етіп, бақытты ете алатын ба? Ойлаған емессің ғой, нәрсе қуанып, иә деп жауап бердім. Енді Асылханның іші пыспайтын болды. 1, 2, 3, 4. Болмайды ғой. Давай, брат. Попробуй. 12, 13. Курсан Ахманбет, маған кел. Курсан Ахманбет, сіздің бұйрығыңызбен келіп тұр. Солға. Артқа бұрылсай. Әскери өмірдегідей, жеке өмірімізде де
дәл осылай тәртіппен, саппен бірге өмір сүріп өтеміз. Ады бас! Ғашықтардың мінездері екі түрлі. Мерекенің жүрген жері ойын сауық. Өзі әсершіл әрі жалынды қыз. Асылхан сабырлы да салмақты жігіт. Бұл мінездер екеуінің бірін-бірі үйлесімді түрде толықтыруына кедергі болмайды. Асылхан көп сөйлемейді. Мысалы, мен дандаймын да, жел сияқтымын, тез ашуланамын, тез қайтып, тез ыржыңдап күліп әңгімені айтып отыра беремін. Сосын ондай емес, сосын сабырлықпен күтеді. Қырсық мінезі бар. Тез қырсық болады, кішкене нәрсеге қырсық болады. Бірақ артынан құшақтап, не қылғаннан кейін басылып қалады. Ғашықтар тойға мұқият дайындалуда. Мереке дайындықтың көп бөлігін өз мойнына алды. Кеш сценарийін жазып, бәрін өзі бақылауға алуда. Тамақ жағын қолға алып жатырмын енді. Өлең айтамыз, екеуміз бірге. Сондықтан да қонақтардың алдында ұят болмас үшін Мереке дыбыс жазу студиясына дайындыққа барып жүр. Білесің, мен ұрып жүретімді. Неше күн жүрді сол прическамен? Ай, білем, бағана 2 сағат бұрын үйретіп шығу керек. Ана кім үйретіп қойған бәрін? Кім? Мереке ма? Мереке, иә. Күйеу жігітке ол өте ерсі қылық. Той болатын күні Мерекеге жоспарланған кестені өзгертуіне тура келді. Таңертең сағат 10-да сұлулық салонына бару керек еді. Оны түскі сағат 1-ге ауыстырды. Бірақ Мереке бұл уақытта да кешігіп келді. Жас жұбайлар ата-анасының батасын күткен еді. Қалыңдықтың бұл салонға алғаш келуі, ол келе сала өз бейнесінің қандай болатынын шамалап, шеберлерге сенім артуда. Все соберем вверх. Бәрін европейский стиль. Бәрін написаймыз. Былайша кекілше так. Или 2. Не надо? Все хорошо. Сағат түскіште Мереке сауық сайранға жиналды. Өзі батыл қалыңдық екен. Бет әрлеу, шаш үлгісін жасауға және маникюрге 1,5 сағат қана уақытын жұмсады. Бірақ бой жеткен өзін сабырлы ұстауда және көңіл күйде жақсы. Мүмкін шеберлерге сенім артқаннан болар. Қарай көр, жарты сағатты өткен жоқ, шаш қою дайын болды. Басына тәж кию ғана қалды. Сағат түскі 2 болып қалды. Бет әрлеушінің қолы бос емес. Ол қалыңдықтың құрбысымен әуре. Қалыңдық болса, бетіне әлі опадалап жақпады. Сондықтан да жүйкесі жұқара бастады. Мен қорқып тұрмын ше. Ана көйлегіме жараспай қалама өзіме де дірілдеп тұрмын ғой. Сәзітәте, тасырлататыныз ғой не болып бұнша? Не нәрсе Мерекені көбірек алаңдатып тұр екен? Бет әрлеуі ме, әлде көйлегі ме? Ол қалыңдық көйлегін біраз уақыт бұрын таңдап қойған. Тіпті баннерге қою үшін фотосессияда өткізді. Бірақ соңғы сәтте той алдында көйлекті ауыстыруға тура келді. Жабықтау аласыңдар деп мамамыз қайбайды көтеріп қайтып шығарып тастады ғой. Бет әрлеуші снегірстау әйтеуір. Мереке күнде бетін кәсіби тұрғыдан әрлеп жүреді. Бүгін шебер оны қалайша әсемдендіре түсер екен. Бүгінгі қалыңдыққа қыздар зор талап қоятын сияқты. Көзі де қанып қойын ба? Әдемі алсаңшы, көзі. Ақшылдау болса қарай көтемін. Свадебный болғаннан кейін кішкене яркий жасаймыз. Сапалы бет әрлеу үшін уақыт аз қалды. Бүгін қалыңдық бейнесі мінсіз болуы бәрінен де маңызды. Өр мінезді Мереке өз алатын баға үшін уайымдап тұр ма екен? Мысалы, мен қыздардың қасына келгенде, ой, андай, мындай деп айтып жатады ғой. Егер дәл сондай болып жаңағы мені бағалап жатқан жағдайда, ол үйде басқаша сыйластық боламын. Егер менің артымнан жаңа басқаша әңгіме айтып не қылатын болса, білмеймін өзге. Білесің, мен ұрып жүретінді. Военныймын ғой деп қойды. Соны айтам, военныймын ғой, мен қарамаймын анамына адам. Ой, Мереке, әскери шынығу бұл конкурста саған көмектесе алмайтын аян. Мұнда дұрыс тактика мен стратегия қолданған жөн. Жеңісің сенің өзіңе және қыздардың қойған бағасына байланысты болады. Сол уақытта салонға Асылхан кірді. Ол жаңа ғана гүл сататын дүкеннен келді. Қалыңдыққа арналған гүл шоғын әкеліпті. Барды ой, мені қызыға болмады мені. Гүл шоғы Мерекеге ұнамай қалған сияқты.
Странность көтті барды. Не? Ана бұл кетті жыны тұрып көргенім. Сосын мен ойындағы да істемесіз жыныр өлтіретінді. Бет әрлеу аяқталдау әйтеуір. Қалыңдықтың бет әрлеушіге сенгені сондай, жұмыс барысында айнаға қарамады да. Ол қыздың сенімін ақтады ма? Әдемі. Әкесі қолдысын іздейм. Опа. Не істеп жатқан шығар, ренжіп жатқан шығар, мен нешелер елдім өттім. Я опоздала вообще-то. Қыздарды фотосессия сияқты тыныштандыратын себеп кемде-кем шығар. Шеберлер өз жұмыстарын суретке түсіріп алу үшін қалыңдықтың бөгеле тұруын өтінеді. Ал мереке оларға қуана көмектеседі. Бұрын модель болған кездегі уақыттар есіне түсті. Сағат 4 болып қалды, бірақ мереке бүгін ғажайып жұлдыз. Ендеше оны бүкіл әлем күте тұрсын. Міне фотосессия аяқталғаннан кейін күйеу жігіт ауыстыра алмаған гүл шоғы да сондай жаман болып көрінбейді. Түрін айтшы. Түрін қалай? Сауық сайранға шығатын уақыт өтіп барады. Сағат 4 болды, ал мереке болса құрбысын күтіп тұр. Қалыңдық біресе ән салады, біресе қырсығады, біресе күледі. Наконец-то үйленем, я. Все, готово? Да, турт болды, блин. Енді жылдам үйге барып, киім ауыстыру керек. Мереке көлікте де емін еркін отыра алмайды. Асылханмен бірге екеуі тойда айтатын әнді дайындаулары қажет. Мереке бәрін өз бақылауына алған. Тіпті шерудегі машиналарды да басқарып отыр. Той жоғары дәрежеде өту үшін ұсақ түйектің бәрін ескеруге тырысуда. Жеті машина бола берсін. Осындай машина бересің, білесің бе, камера отырады. Осындай 3 қыз отырады. Мінекей, біздің әскери қалыңдығымыз мереке енді толығымен дайын болды. Бүгінгі оның басты қаруы, сұлулығы, және ол келіндер бәйгесіндегі басты жүлде үшін күресуге дайын. Шеру мешітке сағат 5-ке қара келді. Ал біздің 3 қызымыз әлі жоқ. Жас жұбайлар рәсімі аяқталғаннан кейін ғана оларды ләззат қарсы алды. Айтпақшы, бүгін қос мереке. Бүгінгі той 8 наурызға сәйкес келді. Сәлем. Привет. Мейрамел, қалайсың? Жақсың ба? Жақсы. Привет, қалай келдің? Жақсы. Қашан келдің? Қытқаға жоқсың ба, брат? Жарақлансың. Жансая өзінің ертеңгі тойына дайындалып жүр. Аружан аздап кешігіп жатыр. Сондықтан Ләззат қыздарға арнап, мереке дайындап қойған шерудегі көлікке отырып, жалғыз өзі шыға беруіне тура келді. Президент саябағында жүрген кезде де қалыңдық қарсыласын назарсыз қалдырмады. Кел, Ләззат, мына жаққа кел. Суретке түсірші, там Жансая келе алмайды бүгін. Менде бір себеп бар. Аружан келатыр деген шығар.
Жастар той-тойлап, көңіл көтеріп, ақ қайнар ашуда. Ләззат болса, қалыңдықты мұқият бақылауда. Әзірге жанында өз ойымен бөлісетін адам болмай тұр. Есесіне оның жас жұбайларға тілек айту мүмкіндігі бар. Асылхан, мереке, бүгінгі заң бекелерің құтты болсын. Көктемнің алғашқы мерекесі құтты болсын. Бақытты болыңдар. Өмір жастарыңыз ақ болсын. Сауық сайран кезінде Аружан да келді ау әйтеуір. Құтты болсын, рахмет. Привет. Ничего, жақсы. Тәтчей беріп кеткен ғой, кешіп қалдым сонымен. Мереке кешігіп келген қызбен суретке түсіп, күйеуі мен қонақтарына қайтып оралды. Қыздардың қалыңдық бейнесін талқылау мүмкіндігі пайда болды. Көйлек қалай ұнады ма? Макияжын слишком баттастырып жіберді, қатты баттастырып жіберді. Букеті жұбай өзіме? Иә. Кішкентай екен бірақ. Легкий макияж жасау керек еді. Прическасы, как обычно, неше күн жүрді сол прическасымен. Бір өзін ерекше көрсеткісі келді ма, мүмкін өзіне ұнаған макияжы болды ма, білмеймін енді. Бірақ қатты аса сілтеп жіберген енді. Өзі ешқашан боянбайтын Аружан мерекенің бет әрлеуіне әділетті бағасын айтады деу қиын. Ол үшін көз бояу мен бетке жағатын бояу қашанда көп болып көрінеді ғой. Көйлегінің фотосы сәйкес келмейді екен. Бабочкаларымен хотя бы кішкене. Сондай болғанда, иә? Иә, көйлегінің фотосын жиегін көрдің ба? Астыда сондай болғанда күшті Узор басқан, иә. Фото мен көйлектің цветі онша келмейтін сияқты. Корона слишком үлкен екен басын. Образы орташа ба. Білмеймін, үстіңгі жағы слишком кеудесін үлкен қылып тұрды. Слишком чересчур бабочкасы көп екен. Бірақ пышный. Өзіне әдем келіп тұр. Типа мазақ сияқты. Жо, серьезно? Қолынан қоя салған, ол әркімнің қолынан келеді әрине. Жақсы, бағыл қоясын дегенде қылған сияқты мереке бізге. Маған ондай қатты ұнаған жоқ. Қыздар жас жұбайларға алыстан қарап тұрып, еш нәрсені назардан тыс қалдырмауға тырысты. Негізі күйеу жігіт көтермеу керек қой, көйлекті байқадың ба? Жігіт невестаның қолын ұстап жүру керек. Кім үйретіп қойған бәрін? Мереке ма? Мереке, иә. Бәрін уже жасанды. Білініп тұр, иә? Сені де анау бірдеңені құлатып кеттің ғой өзі? Иә. Темірді. Сол кезде де айтты, күйеу көмектеспей ма, анау деп айтып жүрген ғой. Жігіт көмектеспейді, оған қыжылдап қарап жүру керек. Күйеу жігітке ол өте ерсі қылық. Күйеу жігіт басын көтеріп, қыздың қасында жүр. Әрине көңіл бөлу керек, енді ол да дұрыс қой, бірақ соншалықты болмайды ол. Жасандықтары маған жоқ. Екі тойды көрді уже. Содан кейін уже бәріне мереке тапсырып болады. Күйеу көтеріп жүр невестаның көйлегін. Шеру әрі қарай фотосессияға кетті. Ал біздің қыздар мейрамхана безендірілуін бағалау үшін сол жаққа қарай бет алды. Ал әзірге қалыңдық бейнесінің бағасы бойынша үкім шығаруға болады. Басқа несін байқадың? Туфелькасын байқадың ба? Туфелькасы серый цвет екен ағығы емес. Обычно ақ болмай ма ненің астында? Мерекенің бүгінгі образына мен 5 деген баға берем. Себебі айтып отырмын, макияж қатты, прическасы дым сол баяғышай, дым ерекшелік жоқ. Букет сосын кішкентай болды. Живой екен, бірақ 4-5 түрі роза гүл болды. Менің бүгін мерекеге беретін бағам 9 деген балл. Себебі маған образы қатты ұнады деп айта алмаймын. Просто корона кигізіп қойған, серік коронасы да онша ұнай болған жоқ, кішкене грубыла өзіне. Қыздардың бұл мейрамханаға алғаш келуі. Кіреберісте оларды Асылхан мен Мерекенің суреті бар баннер күтіп тұр екен. Жаңағы прическасына қарағанда прическа әдемі, басындағы әдемі жасып тұр, өзінің коронасымен есінен біліп қарағандай. Баннер маған ұнады. Үлкен әдемі, жазуымен, прям қалған бәрі әдемі. Өзінің ойындағыдай екен, қызыл түсті қатты жақсы көреді өзіме. Өзің көз сақтыңыз бар еді? Фойеде тағы бір баннер тұр. Ол қонақтар суретке түсу үшін арналған. Күнделікті тойларда болады, сондай әкірімрейді.
ерекшелігі жоқ. Иә, ондай ешқандай ерекшелігі жоқ. Белбірт әдемі шыққан. Жаңа фотоға түсетін жерде нормально, ондай бірақ аса қатты ерекшелігі жоқ. Қыздар салтанат өтетін залға көтеріліп барады. Негізгі безендіру сол жақта ғой. Торт тілешін. Кішкентай екен, үш этаж болғаннан кейін өте жайлы. Торт кішкентай екен. Шама биіктету керек. Искусственный торт сияқты екен. Бүгінгі сын айтушы қыздарға бәрі жасанды болып көрініп тұр. Ең болмаса бір мақтау сөз айтса болар еді. Мереке сондай тырысты ғой. Гүлдер беттерін жабады екен мұны. Мысалы қарап отқанда. Мұны. Төмен ба? Аяқ жақтарын көрінбейді мысалы, иә? Анық көрінбейді. Гүл слишком неге көтеріліп тұр мұны. Отыратын столдың үстіне мысалы оформление қойған екен. Өте биік. Бұлай мен тек бастарын ғана көре отырдым болды. Сол жағы минус. Жас жұбайлар отыратын орын да сынға ұшырады. Аружан мен Ләззат қонақтарға арналған мерекелік дастархан туралы не айтар екен? Кішкентай бірақ ішінде 2 штук конфет екен. Тек қана болды, мен байқадым. Ашып, болмаса ашып қарай. Оны нағара. Маза қып қойған ба? Көрініп тұр, 3 конфет болды. Нағара, той бастарына ой керек. Той табақта, кішкентай коровкада бір 2 түйірден ғана конфет салынған. Типа мазақ сияқты. Жо, серьезно? Типа мазақ сияқты 2 штук, 3 карамель. Он карамель салған 2 штук. О мазақ сияқты. Сыйлық жасауға келгенде мереке үнемдеп қалған сияқты. Қарсыластарына бұл ұнамай қалды. Бұл олардың сын айтуға деген құлшыныстарын арттырды. Олар енді залдың екінші жағына қарай беттеді. Жастар билесе қалай болады нақтан? Көрінбейді ғой ішіне. Тар сияқты ма? Қалай ойбай, неқта вообще. Мына жақ қалай болады? Ондай кең емес. Бірақ нар жағында бөлек, типа, вообще 2 жас көрінбейді, вообще адам көрінбейді, сондай тупик болды ғой. Сол жер ыңғайсыз, ресторан дұрыс таңдамаған жалпы. Бүгін қыздар мерекенің рөлін орындап жүргендей. Әдетте бәрін аяусыз сынайтын сол еді ғой. Одан қандай баға қоятынын сұрауға да қорқасың. Мен бүгінгі ресторанның оформлениесіне 10 деген баға беремін, себебі маған сақаттан ай қоймады. Бүгінгі тойдың оформлениесіне мен 6 деген баға берем. Белбіртпен только маған суретке фотоға түсетін жер қана ұнады. Қалған жерім ұнаған жоқ. Әлде Ләззат мерекеден кек алып жатыр ма? Сол себепті төмен баға қойып жатқан болар. Аружанның тойы кезінде өз тойы үшін мерекеден біраз ескерту естіген еді. Алдында білесің ба? Мынандай салат қойылған сен еңдеші. Соны былай жеп, қияры деген ашып кеткен ғой. Дәмін көру керексің, обязательно. Қандай зат болса да жерде даже алмаған дейін шығасың. Міне, асаба күйеу жігітпен қалыңдық келе жатқанын жариялады. Мереке ерекше жар-жар болатынын ескерткен еді. Бұл өмірдің елестері әрбірі. Алдайында өздерін көріп тұрғандай. Негіз басқаша дүние бола ма деп ойлағанмын мен. Бәрі шығып не отқан. Мүмкін 2 жасты бірге шығару керек пе? Мереке бір өз бөлек шықты. Маған ондай қатты ұнаған жоқ. Бүгіндікке выход невесты, күйеу жігіттікі маған өте ерсі көрінді. Себебі мен осы уақытқа дейін бірінші күйеу жігітті, одан кейін қалыңдықты кіргізу дегенді бірінші рет көруім. Жас жұбайлар өз орындарына отырған кезде ғана жансая келді. Оны түсінуге болады. Ертең тойы болатындықтан қызу дайындық жүріп жатыр. Рахмет. Құтты болсын мерекеңмен. Ой, той қалай отыр? Той бастар болды о жерде. Сырты әдемі бір коровка болды да, оның ішінде мен басқа нәрсе күттім, бірақ ішінде барбарис 2 конфет болды. Мен бірақ ондай күткен жоқпын, ішінде басқа конфет салса қандай болатын еді. Жансая жан-жағын зерттеп үлгерместен қыздар оған бәрін егжей-тегжейлі баяндай жөнелді. Әрине өз көзқарастарын қоса отырып әңгімеледі. Әсіресе мерекенің өз-өзін қалай ұстаған жөнде. Мереке, олай
әзірмен дайындар. Бірінші тойды көрді. Бір екінші тойды көрді. Қазір мен саған сол кезде Асылхан көтергенде жағда отырған ағайындар Естественно, да? Макияжы. Енді, слишком көп, андай макияж бетте тегісіге. Қыздар енді ас мәзіріндегі тағамдарды татып көріп жатыр. Мен өзім жақсы көретін салатын Цезарь ғана. Маған да бұл салат маған да ұнады. Я без первого Екі салат жедім. Екеуі ащы болып, соусын көп қосып жіберген. Сосын қатты болды еті. Күректі жегім келді, бірақ жемедім. Себебі жуылмаған, как попало қоя салған. Официанттар турап береміз деді, турап алып келді, бірақ сонда да сенбедім. Өйткені бір 3-4 минутқа кетіп қалды, турап қайтып алдыма кеп берді. Оны жемедім мен. Қонақтарға дәстүрлі түрде асылған ет алып шықты. Бірақ біздің қатысушыларға бұл қызық болып отырған жоқ. Ет жедім ба? Беш бармақ ол жерде шамалы мұздап қалған екен. Бір жеген кезде менде аузымда сүйек болды. Бірден аузыма секіріп кетіп, осын сразу тастадым. Сонымен қыздар жүрек жалғады. Енді олар ас мәзір үшін баға қоюға әзір. Бүгінгі ас мәзіріне 15 деген баға қоямын, себебі бәрі өте дәмді болды. Менің көңілімнен шықты. Бүгінгі тойдың ас мәзіріне мен 7 деген баға берем. Себебі жаңағы салат ащы, біреуінің еті қатты. Мен бүгінгі тойдың ас мәзіріне 4 деген балл қоямын. Қатты тойып қайтқан жоқпын, бірақ салатты жедім. Кейбіреулер ұнамады, тұздары ащы болды, қатты ерекше ештеңе болған жоқ. Міне солай, Аружан мен Ләззатқа қарағанда қатаң сын айтуға жансая аса дайындалып келген сияқты. Біз әлі қалыңдық бейнесімен безендіруге қойған оның бағасын естіген жоқпыз. Ал алда шоу бағдарлама және ең қызығы Мереке мен Асылхан өздері орындайтын ән бар. Жас жұбайлар осы әнге билейтін болады. Мынау не болғаны? Жастар дайын жазылған фонограммамен айтып жатқан жоқ. Сонда олар белгілі әншілердің орындаған әндерін қосып қойғаны ма? Ал Мерекенің өз даусымен айтатыны қайда сонда? Фонограмма екенін олар өз дауысы. Бұл жақта байқалып қалды. Просто күйеу жігіт мұнайымынан ең бірінші Мереке өзі айтқан болатын, мен өзім тойымда өлең айтамын деп. Бір күшті әсер, қалай айтсам болады, бір ощущение алам деп ойладым, күттім, жақсы күттім. Ойымдағыдай шықпады, мүлдем. Алдында Мереке өзі айтты ғой, мен запись жазып жүрмін, сондай жерге бардым, барып келдім деп бізден кешірім сұраған еді ғой. Сол кезде
Мен ойлағам, соны жазып келген шығар деп. Бірақ ол Жанболат пен Жазираның өздерінің дауысы болды. Мен оған таң қалдым әрине. Оны қоя салған, ол әркімнің қолынан келеді әрине. Сон жылы басқаша өздері айту керек бет. Фонограмма кейін белгілі. Күйеуі микрофонын аяқта, күйеуі былай жүр. Әрине, біз вокал бойынша сарапшылар емеспіз. Бірақ Мерекенің студияда қалай ән айтқанын естіген болатынбыз. Және оның ән жазғанын растаймыз. Тағдырым сынаған кезде, биіктен құлаған кезде, жанымнан тыныштық таппай. Осылайша той жалғасын табуда, ал қарсыластар оны талқылауды жалғастыруда. Уақытты қалай жатыр, қалай ойсыздар? Өздері дайындалған көңіл көреді. Атсалысқан, Мереке өзі атсалысқан көрініп тұр. Официанттың өте керемет, өте ұнап. Қой, қыздарға ұнайтын бір нәрсе пайда болды ма әйтеуір? Официанттар жақсы қызмет көрсетіп жатыр, иә. Келіп қасымызға не жейсіздер, не қалайсыздар, бәрін сұрап, сусындарды құйып, уақытында келіп қасымызда тұры даже. Официанттар обслуживаниесі өте керемет болды бізге. Білмеймін, енді Мереке өзі тапсырып қойды деп ойлаймын. Жазеттің тойындағы минустарды қайталағысы келмеді ма, мүмкін. Жақсы көңіл бөліңдер деп, официанты өте жақсы қызмет атқарды бізге. Осы кезде Жансая жоғалтқан уақытының орнын толтырғысы келгендей, қалыңдыққа зерделей қарап отыр. Өйткені қазір ол өз үкімін шығаруы тиіс. Коронасы мен сырғасы өзінің прическасына әдемі жарасып тұр. Жасы жиналып, сырғасы ручная работа екен көрініп тұр. Көрдім өзімде, сондай қылып жасатып отырмын. Көйлегі мен фатасы сәйкес келмеді, өйткені оның көйлегі басқа аппақ свет қой. Көбелектермен, оның фатасы шамалы басқаша түсте, макияжы қанық болған. Ол шамалы нежный қылып жасатқанда әдем болады. Қазір көзі бәрі қарайып кетіпті. Мерекенің бүгінгі образына мен 6 деген балл қоямын. Жансая тағы да төмен ұпай қойып отыр. Мүмкін оған мейрамхананы безендіру ұнаған болар. Мен бүгінгі тойдың оформлениясына 5 деген балл қоямын. Себебі барлығы қызыл түсте болып кеткен, кейбір түстері ұқсаспай қалды. Сосын тур ұнаған жоқ, өте төмен болды. Той қызу жалғасын табуда. Асаба бір конкурс ұйымдастырып, қыздарды ортаға шақыруда. Тағы да өз еркіммен ойынға қатсам дейтін үш әйел адам болса, қандай жемісті жақсы көресіз? Виноград. Виноград дейді. Қадірменді ағайындар, виноград жақсы көретін. Сіз қандай жемісті жақсы көресіз? Мандарин. Мандарин. Сіз? Клубника. Клубника. Құлпынай ма? Я, құлпынай. Жүн алма дейді ғой. Сіз қандай жеміс? Üzüm. Бұл конкурстан не ойнайтындарын қыздар түсінбей аңырып тұрған кезде асаба келген қонақтардан бір жігітті таңдауларын өтінді. Біздің үшеумізді шығарып, үш келіншекті шығарып, ойындар ойнатты. Ол ойын бізде басында ұнамаған, балалар шақырыңдар анау. Солай айтты, күйеулерімізден не алдық, басқа еркекті қалай шақырасың деп. Сосын жарайды деп ойынға кіріп кеттік. Қызықты, маған қатты ұнады. Дайынбыз ба? Ендеше маэстро музыку, жібер музыканы. Конкурс 4 жұптан басталды. Содан кейін барлық қонақтар билеуге шықты. Тіпті күйеу жігітпен қалыңдық та. Қызық болған соң осы, әрине жарыс болған соң. Егер орыма кетіп барсам, уже мен сол жерде сразу ұстап алды. Ойын ұнады, бізге әйтеуір внимание болды. Бір жағынан әйтеуір терлеп, қызып қалып, тойда жүргенбіз, сол кезде болды. Сол кезде бар ояндық қой. Ойында бірінші рет көріп жатырмын, қызық болды. Конкурстан көңілдері көтеріліп алған қыздар билеуге қайта шыға берді.
жас балдар, қыздар өте көп болды. Ол әрине қызықты, өткен свадьба де сондай болу керек сияқты меніңше де. Биледік, жалпы музыкалары бәрі жақсы. Тамаданың ойыны да ұнады. Міне, көптен күткен кеу жігіт пен қалыңдықтың вальсі. Мұнда да мереке өзі ән салатынын айтып уәде берген. Жақсы өтті, бірақ вальс білгендер жолдас балдары прям поддержка беріп, айналып. Жақсы көңіл толғаны жаңағы қар болды, сосын жігіт жолдастары өте көп екен. Сол кісілердің арқасында той күшті болды деп ойлаймын мен негізі. Жаңағы биді жандырып, жаңағы вальсті айналып, өздері айқайлап, шулап, қызықты өткізді. Қалыңдықтан өлең айтып, өз тойында етіп жүрген маған ол ұнамайды маған. Енді бір әулеттің келіні болып жатыр осы бір ортада фестиваль етіп өлең айтып жүрген ұнамайды маған. Ләззат қатаң тәртіпті ұстанатын қыз екен. Сонда қалыңдық өз тойында ән айта алмай ма? Қалайша бұл оның абыройына нұқсан келтіруі мүмкін. Сонымен кеш аяқталуға жақын. Шоу бағдарламаның бағасын қоятын уақыт жетті. Мерекенің қатты алты салысқаны көрініп тұр ол жерде. Бірақ жасанды нәрселері қатты ұнамады. Бізге қатты көңіл бөліп, енді бізге қарасыншы дегенде қылып жаңағы жақсы бағыл қойысын дегенде қылған сияқты мереке бізге. Бүгінгі тойдың шоу бағдарламасына мен 8 деген балл қоямын, себебі басқаларына қарағанда осы шоу бағдарлама маған ұнады. Жақсы тамады, тойды қызықты өткізді, бірақ халықты өзінен бағындыра алмады кішкене. Бүгінгі тойдың шоу программасына 12 деген баға қоямын. Мен бүгінгі тойдың шоу программасына 5 деген баға қоямын. Себебі жаңа фонограмма мен айтқандары. Сосын қатты аса ерекшелік болған жоқ, кәдімгідей қарапайым болды. Оқиғаға зер сала қарасақ, мереке әрдайым артық сөйлеген үшін жазасын алды. Ләззат одан кек алуды ұйғарған еді, және өз сөзінде тұрған сияқты. Мерекенің ондай қылықтарынан мен ертең өзінің тойына барам ғой, сол кезде де мен де көрем. Егер сөйлеген сөздері өзіне баға қойған кезде көрініс табатынын білетін болса, мереке үндемей қалар ма еді? Ал біз қазір бүгінгі тойдың қорытындысын шығара аламыз. Қалыңдық бейнесі үшін мереке 20 ұпай жинады. Мейрамхана безендірілуін қарсыластары бұдан артық бағалады. 21 ұпай. Тойдағы ас мәзірі 26 ұпай жинады. Және ойын сауы үшін қыздар 25 ұпай қойды. Мерекенің тойы барлығы 92 ұпай жинады. Әзірге бұл осы аптадағы ең төменгі нәтиже. Бірақ бәрі мәреге жеткенде белгілі болады. Ол кезде қыздардың әрқайсысы өзіне ұнайтын қалыңдыққа дауыс беретін болады. Жансаяға келетін болсам, қарапайым қыз, сонымен өзім әңгімем жарасып кетті. Аружанда жақсы қыз, мерекемен бүйтіп қатты өзіме жақын тартпаймын. Аружан өзіме қатты ұнады, жақсы, өзінің мінезінің сабырлығымен, бәрін ойлап жүреді өзі. Мерекеде шамалы ода жасандылық бар. Ләззаттың маған шынайылығы ұнайды, барлығын кәдімгідей ашық түрде қалай болды солай айтып береді. Бүгін уже үшінші той Ләззат кішкене ашылыпты. Мереке енді кішкене өзгерген. Айтып өткенімде бізді көріп қалғанда күліп қалады. Бүгінгі кеште қыздардың арасындағы достық қарым-қатынас нығая түскен сияқты. Бірақ бәрібір әрқайсысы өзі жеңіске жетуді мақсат тұтады. Ол той менде бәсекелеспін деп ойлаймын, сенемін даже. Мерекенің тойын өзімнің тойыма бәсекелес деп санамаймын. Өзімнің тойым бәрінен жақсы болады. Жарайды, сенің сөзің қаншалықты рас болатынын ертең көреміз, Жансая. Ертең көретіндеріңіз. Мен жерге түсіп кеткен, жіберем айша деймін да, сөйтемін да. Мұнда жұмыс істегісі келіп тұр ғой қатты.
Ана ауыстырда пирожный сап бер маған. Өзі бір любит, как сказать, бір командовать любит. Маған мынаны былай еще қолмен мынаны маған істеп бер, маған ауыстырып бер, маған барып турап кел.